Мен кіммін, менің аты жөнім Гүлайым Карашашев Гүлайым Болатовна. Мен гастроэнтеролог, гепатолог маманы болып табыламын. Неге мен сізге осы өт туралы айтуым керек, Неге сіздің проблемаңызды неге мен шеше аламын? Өйткені ол өт қабы, өт жолдары, ол менің мамандығымның негізгі мишені болып табылады. Яғни гастроэнтеролог пен гепатолог дегеніміз ол асқазан ішек жолдарына, одан бауыр және де ұйқы бездің ауруларын зерттейтін мамандық болып табылады. Мен Астана медициналық университетінде 7 жыл оқуымды оқып, терапевт маманы болып тамамдадым. 1 жыл бойы мен терапевт болып жұмыс істедім. Стационарда және де поликлиникада участковый дәрігер болып. Одан кейін терапевт мен өзім перфекционистер қатарына енді мойындадым перфекционист екенімді. Өйткені менің ойымда всегда терапевт болсаң, самый лучший терапевт бол. Өзінің яғни несінде мен ең күшті мамандардың қатарында бол деген менде ойымда жүретін. И мен терапевт маманы өте көп салалы болғандықтан менің жаңағы күшті маман болуға маған бірнеше жылдар кететініне түсіндім. Содан кейін бір узкий сала таңдап, сол салада мықты дәрігер болсам деп армандадым. Сосын мен гастроэнтерологияны таңдадым. 2 жыл бойы мен резидентурада оқыдым. Резидентура осы Астана қаласындағы онкология трансплантология центрі, қазір онкологиялық научный национальный онкологический центр деп аталады. Сол жақта мен 2 жыл сабақ оқыдым, яғни резидентурада. Ол жерде тек сабақ емес, ол жерде практика болды. Тек гастроэнтерологиялық, гепатологиялық науқастарды көрдік. Оның ішінде бізде аутоиммунды гепатит, билиарный цирроз печень, циррозный вирусты гепатиттердің түрлері. Одан кейін трансплантацияға дейінгі, бауырдың трансплантациясына дейінгі науқастарды қарадық, кейінгі пациенттерді қарадық, корректировка жасадық, реанимациядағы гепатологиялық аурулармен алыстық, енді неттік ретке келтірдік, өте қиын науқастар. Қиын дегенде ауыр жағдайда, ауыр халдегі науқастар. Солардың показательдерін реттеуге тырыстық. Одан кейін ВЗК дейді, яғни язвенный колит, болезнь Крона, оны естімеген шығарсыз, бірақ ол өте ішектің, өте жаңағы аурулардың бірі болып табылады. Сол ауруларды біз тоже емдедік. Сол 2 жыл резидентурамды бітіргеннен кейін мен онлайн жүзінде консультацияға көштім. Өйткені декретке шықтым, шын керек. Сондықтан мен өзімнің немді тоқтап қалмау үшін дәрігерлік консультация бере бастадым онлайн жүзінде. Әлі күнге дейін менде дайректке де, бұлай онлайнда Zoom арқылы шығамыз, WhatsApp арқылы, видеозвонок арқылы шығамыз, консультация жасаймын. Сол консультацияның көбісінде дайректке жазатын адамдардың көбісі сол өт туралы сұрақ қояды. Өтті қалай мен сұйылтам? Өттің қойылғаны неге болады? Өт тас ауруы неден пайда болады? Оған мен қалай көмектесем? Операцияға барау керек па? Менде приступ болды. Қандай ақыл кеңесіңізді бересіз деп өте көп сұрақтар қойылды. Сол сұрақтарға мен жеке сұраған жауап бергенше жалпы адамдарға қажетті информация берейін деп шештім. Өйткені мен кез келген сұраққа түбінен бастаймын негізі. Барлық науқастың жаңағы шағымдарын әрқайсысына тоқталып, өзіме логический цепочка құрайым. Сол логикалық цепочка арқылы мен уже патогенезін уже былай құрастырып, мен оларды айтам. Науқасқа сізде осындай, бұдан мынандай болды, осынан салдарынан сізде осындай симптомдар пайда болды. Осы симптомды жою үшін сіздер мынандай рекомендация жасау керексіздер сияқты. Сол рекомендацияны өкінішке орай, енді біз өзімде басында сондай болған, орындаймыз, бірақ уақытша эффекті көреміз, жақсы болады, соны қалып қояды. Біз оны жалғастырмаймыз, оны біз жасамаймыз, ал бірақ ең басты мәселе сол болып тұр. Сол арқылы, соны мен бүгін сіздерге жақсылап тұрып, прям астан сызып тұрып айтқым келіп тұр. Өйткені бұл емде өте керекті, өте негізгі аспект. Ал енді көшейік, өт дегеніміз не? Өт деген негізі сұйық зат. Сұйық зат және де оның
құрамына келетін болсақ, ол бауырда өңделеді. Синтезделуі, оның өндірілуі, пайда болуы бауырда жүзеге асады. Бауырда ол түзіліп, одан кейін өт қабы деген пузырь да, желчный пузырь. Ол бізде бір кішкентай мынандай зеленый орган, груша сияқты, грушевидный, алмұрт сияқты формасы бар. Ол сол жерде қорында жиналады өт. Соның өттің жиналуы тамақ түскенде ол шығады. Қазір мен сізге видеозапись көрсетемін, сол жерде анық көресіз не қалай болып жатқанын. Енді өттің құрамына келейік. Өттің құрамы яғни екіге бөлеміз строго. Су және де құрғақ зат. Су 86%, байқаңыздар, я, мен жайдан жай бұл слайдты қойған жоқпын, дайындаған жоқпын. Өйткені қазір қойлану кезінде көрсетемін. Су 86% тұрады. Ал құрғақ заты 14% өттің. Сол құрғақ заттың ішінде өт қышқылының тұздары, пигменттер, холестерин, басты май қышқылы мен липидтер, биорганикалық тұздар және иондар кіреді. Иондардың ішінде міне жазылған, көріп тұрғанда. Ал бізде не болады өт қоюланғанда? Өт қоюланғанда мына су 86% азаяды, құрғақ зат көбейеді. Дисбаланс. И сөйтіп, оның тұтқырлығы бізде нашарлайды. Сол нашарлайды, біз оған мән бермейміз, жүре береміз, осын қатайып тас болады. Соны өт тасауырына алып келеді. Енді жалпы ас қорытудағы арнаған 2 минуттық видео бар. Соны көрсеңіздер, мен айтып отырам, сіздер қарап отырыңыздар, әр отырған адамда қазіргі менде, сізде тамақ ішкенде не болады? Сол өте қызық деп ойлаймын бәрімізге. Соны қарап жүрейік. Міне, адам ағзасына, аузының қуысына тамақ кетті, одан кейін ол шайналады, тіспен шайналады, механикалық обработка, сілекеймен өңделеді, өңешпен жұтылады. Бұл өңештің бір бөлігі. Өңеште ол көбінесе бұлшықеттермен, міне, движениялармен, жаңағы моторикалық, көрдіңіз ғой, ауыз қуысынан түскен тамақты өңеш міне жылжыту арқылы, бұлшықеттің жиырылу несі арқылы, мындай движениялар арқылы асқазанға апарып әкеледі. Әні көріп тұрғандай, көрдіңіз, жылжып бара жатыр, асқазанға түсті. Мынау асқазанның бөліктерін айтып жатыр мына жерде ағылшынша. Міне асқазаныңызға келді. Асқазаныңызда бізде тұз қышқылы, зеленый тұрған ол тұз қышқылы, сұйықтық и тұз қышқылы қаз бөлінеді. Міне мынау тесік өңештен шығатын тесік болып табылады. Бұл тесік деген клапан деп айтады, ФГД жұтқанда білетін шығарсыздар. Бірақ бұл клапан емес, көріп тұрғандай камераның несі сияқты былай ашылады, жиырылады. Бұл бұлшықет негізі. Бұлшықет жиырылып тұрады да, жабық. Ашылады ол босаңсығанда. Сонда тамақ кетеді. Міне, мына жерде тамақ іште, көріп тұрсыз асқазанда. Бұл жерде тұз қышқылы бөлінеді, пепсин бөлінеді, жаңағы басқа факторлар бөлінеді. Бөлініп, ол не үшін? Ішіндегі тамақтың ішіндегі заттарды кішкене ыдырату үшін. Бірақ ол до конца ыдыратылған жоқ. Бір қоймалжың затқа айналады да, көрдіңіз бе? 3 түрлі бұлшықет бар асқазанда. Соның тербеліс үшеуінде қозғалысы арқылы міне қалай бөлініп кетіп жатыр. Неге? 12 келшекке қазір кетеді бұл тағам. Көріңіздер. Бұл тез видео, сонда тез сөйлеп жатырмын да. Бұл жерде де жаңағы асқазан мен 12 келшектің арасында көрдіңіз ба, тоже сфинктер бар. Сфинктер деген жаңағы өңеш пен асқазан арасындағы клапан дедік қой, сол сияқты мына жерде клапан бар. Ол да ашылып жабылып тұрады. Яғни босаңсиды, жиырылады деген сияқты. Оның бәрін мен айтып отырмын, қазір айтам неге екен. Міне кетті ол, 12 келшекке кетті. Мына жерде біздің бауырымыз, мынау оранжевый бізде ұйқы без, мына қоңыр бауыр. Астында көрдіңіз өт зеленый. Сол бауырдан түзілген өт қабына жиналады, жартысы ұйқы безінің протогына құйылады да, ұйқы безінің протогымен бірге екеуі қосылып 12 келшекке барады. Міне. Так, мына жерге қайтадан келейін. Енді түсіндіріп өтейін. Көбісіңізде мысалы қандай симптомдар бар? Егер сіздер осы көріп тұрсаңыздар, значит сізде
оң жақ қабырға астыңыз ауырады ұстама ретінде, майлы тамақ ішкенде, одан кейін ащы тамақ ішкенде, в основном майлы, жирный, жареный тамақ ішкенде, одан кейін ащы дәм болады аузыңызда. Ол уже ащы дәм сезінсеңіздер, это уже о чем говорит? Значит, сіздерде мына көрсеткен клапандар бар ғой, жиырылып, ашылып, босаңсайды. Сол бұлшықеттер әлсіз деген сөз. Ол до того әлсіз, что ол жабылмайды толық. Жабылмағаннан кейін, ол ашық тұрғаннан кейін, әрі қарай ауызға дейін кері кетеді өт. Соны түсіну керек. Яғни сізде осы ем бергенде, сізге сол клапанды, бұлшықеттің жұмысын реттейтін дәріні береді дәрігер. Және де ол сізге 1 айға ғана береді, бірақ ол уақытша ғана эффект береді. Яғни ол қалпына келтіреді ол клапандардың жұмысын, бірақ ары қарай сіз жұмыс істеу керексіз. Адам ретінде өзіңіздің дағдыларыңызды дұрыстау керексіз. Дағдылар туралы мен қазір айтамын. Енді келдік, себебіне келдік. Өт туралы айттық, өттің құрамын талқыладық, ас қорыту жүйесін қысқаша шолдық. Енді себебіне келейік. Неге өт қойланады? Бірінші себеп ол ішетін тағам. Ішетін тағам, мен мына жерде фастфудтың суретін қойдым. Ол неге? Өйткені ішетін тағам қазіргі заманда көп дегенде, былай қарайықшы, 10 жыл бұрын, кешіңіздер, 10 жыл бұрын мен өз басым фастфудты жемегенмін. Өз басым донер дегенді білмейтінмін, гамбургер дегенді білмейтінмін. Чипсы білетін, кирешке болатын, ал фри, ондайды білмейтінмін. Кола жарайды, ол біз кішкентай кезімізден бар бізде. Ал оны мен білмедім. Қазір 10 жыл өткеннен кейін бұл фастфуд центрлер бұлай. Бүкіл жерде ресторандарда, кафе, фастфуд центр көп, даже доставка жасап береді үйлеріңізге. Тегін доставкасы да бар, әртүрлі жағдайда бар. Сол мен айтқаным келгені осы заманда, қазіргі заманда до такой степени көбейіп кетті жаңағы фастфудтың түрлері, донер, оны біз жеуіміз жиіленді. Рас, оны әрқайсыларыңыз не дейсіздер, растайсыздар. Ол өте распространенный, өте жайылған нәрсе. Сондықтан неге біз ішетін тамақты мен себеп қылып жатырмын? Ішетін тамақтың ішінде бізге бірінші ол холестерин. Холестерин ол сіз білмейтін шығарсыз, біреулер білетін шығарсыз, холестерин ол майлы компонент деп жалпы айтайық, май, басқаша былай айтайықшы, май, сөйтіп біліңіздер енді. Медицинасы хабар жоқ адам, май десеңіздер болды, холестерин деген ол май деп андай ассоциация болу керек. Сол холестерин өттің құрамында бар, және көрдіңіздер ғой. Ал ол холестерин көбейсе, бізде сұйық зат азаяды, құрғақ зат көбейеді, қоюланады, өт. Холестерин бізде осы фастфудта көп. Бірінші. Екінші, ол біз қуырдағы жейміз, майлығып, бешбармақта қазын майын жақсылап ағызып тұрып жейміз. Прям ләззат аламыз. Ана сүйектің ішіндегі майын қасқа ұрып, нанға жағып жейміз. Ол да бар, именно жануардың майын біз көп жейміз қазақ халқы. Ол рас. Плов, майын ағызып тұрып, оны біз қуырып жеп аламыз. Оның бәрі холестериннің көбеюіне және холестериннің перенасыщение дейді. Мысалы, перенасыщение дегеніміз ол жаңағы өттің көптеп холестеринді жұтып алуы. Сол жұтып алу әсерінен өттің құрамы, тұтқырлығы нашарлайды. Соны айтқым келіп отыр, Екінші себеп ол тағамтануды қарастырып отырмыз. Ол углевод. Углевод дегеніміз көмірсу. Көмірсу бізде көбінесе тәтті тағамдар жейміз, нан жейміз, булочки, печенье. Осының бәрінде көмірсу бар. Ол көмірсу негізі бізде, мысалы, біз көп, енді жақындарыңызда бар шығар, сахарный диабет деп айтамыз ғой, қант диабетімен ауыратын науқастарда, мысалы, мынандай жағдай бар. Гиперинсулинемия деп аталады. Ол дегеніміз не? Мына қысқаша айтайын, түсінікті болу үшін,
қан диабетінің негізінде не жатыр? Міне мынау жасушаның қасында қызыл мынандай есік ретінде тұрған ол инсулин. Мынау глюкоза бізге мен міне былай жай мына крышканы ұстау үшін де, жай сізге сөйлеу үшін де энергия керек. Сол энергия түзуші ол глюкоза ол біздің жасушамызға керек. Жасушаның өмір тіршілігіне, қозғалуына, оның бөлінуіне бізге глюкоза керек зат. Ол глюкоза келесі келеді, қанның құрамында жүреді, сосын жасушаға барып кіргісі, енгісі келеді, сосын әрі қарай өзінің қызметін атқарысы келеді. Ал мына инсулин ол жаңа есік сияқты ашып тұрады глюкозаға, есікті. Кіріңіз глюкоза деген сияқты, былай инсулин глюкоза келерде жасушаға есікті ашады да кіргізеді. Бірақ қан диабеті бар науқастарда осы инсулин, яғни осы есік, жасушаға кіретін есік, ол не болады? Сезбейді. Ол глюкозаның келгенін, соқыр сияқты да, ол глюкоза келгенін нетпейді, көрмейді. Және жабық түрде тұрады, есікті жауып тұрады. Ал глюкоза ойлайды, значит мен көп мөлшерде, значит менің мөлшерім аз, инсулин мені көріп тұрған жоқ дейді. Сосын барып қайтадан глюкоза шығады, қанның құрамына тағы гипергликемия дейді, қанның көбеюі, қанттың қанда көбеюі. Ол келеді, глюкоза тағы мөлшер көбейіп инсулинға. Ал инсулин есік сияқты, ол әлі сезбейді. Өйткені ол сондай ауру, сондай патология. Сондай патология бар ауру, қан диабеті 2. Осыны мен сізге түсіндіріп жатыр. Неге? Осы қан диабеті 2-мен ауырады, 2-ші типпен ауыратын науқастарда инсулин көп болады. Қалыпты болады, инсулин көп, ол просто глюкозаны сезбейді. Сол гиперинсулинемия кезінде, гипергликемия кезінде осы өттің холестерин көп көбеюіне өте үлкен зор үлесі бар. Соның арқасында холестерин көп болады, соның арқасында холестерин көп түрлері бар. Например, липопротеин высокой плотности, низкой плотности деген бар. Сіздер қан анализін тапсырған шығарсыздар. Сол кезде болады сол анализдердің көрсеткіштері. Ол холестерин түрлері. Сол түрлері сразу резко көбейеді. Жаман холестериндер көбейеді де, жаңағы өттің қоюлануына алып келеді. Өттің қоюлануы өттің тас ауруына алып келеді деп айттық, я? Келесі, біз не істей аламыз? Бұл өте маңызды сұрақ, сол үшін сіздер келіп отырсыздар мұнда. Біріншіден, бір факт айтайын. Зерттеулер бойынша, дәлелді медицинаны айтып отырмын сіздерге. Зерттеулер бойынша, кальций бар тағамдар, құрамында кальций бар тағамдар, және де клетчаткасы бар тағамдар, осы өттің қоюлануын азайтады деген тұжырым жасалды. Бұл дәлелденген нәрсе. Енді сіздерде сұрақ тууы мүмкін. Онда кальций құрамы кальций бай тағамдар қандай дейсіздер? Қазір айтам. Міне, осы кальций бай тағамдар. Енді клетчаткасы бар тағамдар. Клетчаткасы бай тағамдар мынау болып табылады. Мына жерде киви, фрукты, овощи, көкөністер, жемістер, неше түрлі мына укроп, петрушка, апельсин, потом водоросли дейді ғой, водоросли, орехи, құрма, осының бәрін құрамында клетчаткасы көп тағамдар болып табылады. Клетчаткасы көп тағамдарды жеу, значит, сіздерге тұжырым жасау керексіздер. Клетчаткасы көп тағамдарды біз жеу керекпіз, өйткені сіздің өт қоюларыңыз азайтады. Екінші, кальций бар тағамдарды жеу керекпіз. Ол екінші тұжырым. Дәптеріңізге бір жерге түртіп жазып қойыңыздар. Немесе фотоға скрин жасап қойыңыздар. Осы тағамдарды жейміз деп. Гуглда да бар. Жаңағы неде өмір салты өте үлкен фактор өт қоюлануына. Неге десеңіз, өйткені өмір салтында егер сіз тұрақты түрде
жаңағы тағамыңызды дұрыстамасаңыз, егер сіз уақытылы тамақ ішпесеңіз, сіздің өттің қоюлануы 2 есе артады, 3 есе артады. Мысалы, біздің жұмыс бабына сай көбісі таңғы асты ішпейді, немесе обедті ішпейді. Келіп сразу кешке келеді, жұмыстан кейін шаршап, қарны ашады, өйткені күні бойы тамақ ішпеген, и тамақ жейді. Толтырып, асқазан толтырып тұрып жейді, сосын ұйықтайды. Біріншіден, сіздер таңертеңгі және де обедте дайын тұрған өтті шығармадыңыз. Өйткені тамақпен бірге ғана өт шығады. Тамақ тұсмасқан, сонда ғана өт шығады. Ол өз уақытында шықпаған өт уже қоюлана бастайды. Құрамы уже құрғақ бөлігі көбейе бастайды. Одан кейін екінші, сіздер жаттыңыз, тамақты іштіңіз, сразу жаттыңыз. О жерде сізде жатқаннан кейін тамақ дұрыс әлі ішекке барған жоқ, сондықтан тамақ артқа барады қайта. Сөйтіп сіз егер сондай осы дағдыны қайтала берсеңіз, өміріңізде, мысалы 21 күн бойы осылай істесеңіз, сізде осы аталған симптомдар пайда болады. Оң жақ қабырғасы ауырсыну, сосын ауыз қуысында ащы дәм сезу, осының бәрі пайда болады. Яғни дағдыны біз түзету керекпіз. ИМТ деген мен не үшін индекс масса тела деп аталады. Неге бұл формула керек? Кто страдает, ожирение, в общем, семіздікпен, сол кісілерде аз болды 10 жыл бұрын. Қазір өте көп. Даже висцеральный жир деп айтамыз ғой, біздің беліміздегі, бел аумақтағы іштегі май жиналу, ол ожирениенің предожирениенің белгісі болып табылады. Сол сізде енді сіз калькуляторыңызды алып, қазір немесе кейін ИМТ-іңізді өлшеп көріңіз. Бұл халықаралық стандарт бойынша семіздік бар ма, әлде жоқ па, соны есептейтін формула. Килограмм, 60 мысалы, мына жерде мысалы тұр ғой, 60 килограмм мысалы, бөлеміз метр квадрат. Метр квадрат, мысалы, метр дегеніміз ол, мысалы, мына жерде 1,63, 1,63 метр дегеніміз ол 163 сантиметр. Мысалы, мен өзімді алдым, 60 килограмм салмағым, 163 сантиметр менің бойым, сол 1,63 деп мен метрге айналдырдым сантиметрді, сонда 1,63 метр болды. Оның квадраты дегеніміз 1,63 көбейту 1,63. Енді тең 60 килограмм бөлінді, бөлу 2,65-69 метр. Сонда менде 22,5 шықты. Енді сіздерде өздеріңізде өлшеп көріңіздерші, қанша шықты. Бұл формуланы фотоға түсіріңіздер, егер сіз соткамен кіріп отырсаңыздар, кейін қараңыздар. Өйткені мен ары қарай кете берем. Мен енді нәтижесін көрсету керекпін ғой. Міне, орысшасы, бірақ таблица бәріңіз түсінетін шығарсыздар. Осы ИМТ индексін масса теланы өлшеп болғаннан кейін сіздер қарайсыздар. Тоже скрин жасап жеріңіздер, немесе Google'дан қараңыздар. Менде 22,5 болды. Мен қарайым 22,5, міне нормаға жатады. Көрдіңіз ба? Мен семіздікпен не страдаю. Екінші, мысалы 25-30 болса, это предожирение деген сөз. 30-35 аралығында болса, все, семіздік бірінші степень, екінші степень, үшінші степень ары қарай кете береді. Өт тас ауруына алып келетін үлкен фактор, риска. Сондықтан мен осы семіздікте өте көңіл прям сіздердің назарларыңызда аудартқым келіп тұр. Келесі айтатын жағдай. Міне. Екінші себеп ол гиподинамия. Қазіргі көп адамдар офиста жұмыс жасайды, Офиста жұмыс жасайды, немесе карантиннің есебінен көбісі үйде жатты. Далаға шықпады, үйде жатты. Гиподинамия деген ол қозғалыстың аз болуы. Екінші себеп ол қозғалыстың аз болуы. Мысалы, зерттеулер бойынша белсенді спортпен шұғылданатын адамдардың өт тас ауруымен ауруға шалдығуы 30% төмен болады. Бұл дәлелденген нәрсе. Физикалық белсенділік ол холестерин деп айтып қой. Бізде холестериннің 3-4 түрі бар. 3-4 емес, бірнеше түрі бар, 4 түрі бар. Соның ішінде жақсы холестериндер бар. Именно жақсы холестериндер ол
қан құрамында аз болады. Сол жақсы холестериндерді көбейтеді физикалық белсенділік. Ол екінші дәлел, екінші зерттеу арқылы дәлелденген факт. Тағы айтатын нәрсе режим. Режим деген мәселе өте үлкен. Мен уже оған айтып кеттім. Біріншіден сіздер толыққанды өздеріңізге завтрак па, таңғы ас бір уақыт таңдаңыздар. Сағат 8-ден 9 болсын, 9 арасында болсын, 9-дан 10 арасында болсын, но вы обязательно завтрак ішу керексіздер. Вообще зерттеулер бойынша тағы айтылды, чем чаще жиі кім тамақ ішеді, сода застой болмайды. Яғни өттің қоюлануы болмайды. Бірақ бұл жерде айтатын бір нәрсе бар. Сіздер, егер сізде қазір симптоматика болса, егер сіздің өтіңіз ауырса, өт тасы ауруы, өт тасы емес, тас әлі болмаған адамдарда өт қоюланса, сіздер жиі 5 рет, 6 рет тамақ ішіп, кейін ішкене по чуть-чуть азайту керексіздер. В идеале тамақтану 3 уақыт қана болу керек. Неге? Тоже зерттеулер не бойынша, дәлелді медицина бойынша 3 рет тамақтанған адамда инсулин, бағана көрсеткен инсулин, ол мысалы көп всплеск болмайды да олардың инсулиндердің. Сондықтан бұл инсулинді бізді үнемдеу үшін организмге өте қажетті болған нәрсе болғаннан кейін, тем более сахарный диабеттен біз бәріміз қорқамыз. Қан диабеті болмас үшін біз осы 3 рет тамақтану, ол біріншіден біздің қан диабетіміз болмауына әкеледі, екіншісі ол біздің өтіміздің сұйылуына алып келеді. Бірінші өттің сұйылуы үшін 5-6 рет тамақ ішесіз, одан кейін азайтып постепенно 3 ретке дағдылану керек. Но вы не должны пропускать. Ни в коем случае тамақты сіздер уақытын жібермеу керексіздер. Обед сағат 1-ден 2-дің арасы болса, бәрін тастаймыз, тамақ ішеміз. Ужин сағат 7-ден 8-ге дейін болса, бәрін тастаймыз да тамақ ішеміз. Обязательно. Өйткені сіздің миыңыз, өтіңіз ойлайды да, былай сізге түсінікті болу үшін. Сағат 9-да тамақ іштіңіз, завтрак іштіңіз, обед іштіңіз, сағат 1-де 7-де ужин іштіңіз, келесі күні сол уақытта дайындалып тұрады. Қашан тамақ келеді деп тұрады өтіңіз. Егер сіз таңертең мысалы ұмытып кеттім, ұйықтап қалдым, неге бару керек, маған жұмысқа бару керек, тамақ ішпей қояйын деп барсаңыз, өтіңіз сізге ренжиді. Сосын ол қоюланады. Өте оңай негізі. Көп, сондықтан іздеу керек. Жақсы, онда сау болыңыздар. Сіздерге пайдам тиді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.